Құрметті Жаңға Дауа арнасының көрермендері, қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Барлық тілеген дұға тілектеріңіз Алланың құлағына шалынсын. Рамазан айында оразаны алғаш рет ұстап тұрған болсаңыз, бұл видеоны міндетті түрде қараңыз. Біріншіден, сіз ораза ұстайтын жалғыз адам емессіз. Бұл оразаны сізге дейінде миллион адам ұстаған және Алла қаласа сізден кейін де қаншама адам жалғастырады. Және олардың бәрі де бұл айды өте жақсы нәтижемен өткерді. Бірі нәпсісін тізгіндеп, екіншісі өзгелермен қарым-қатынасын, мінезін түзеп алса, енді бірі білім деңгейін жетілдіріп, рухани қуат азық алды. Екіншіден, Алла тағала құдси хадисте адамзаттың барлық амалы өзі үшін, ал ұстаған оразасы мен үшін. Оның сауабын өзім беремін. Өйткені ол менің разылығым үшін таң атқаннан күн батқанға дейін тағамнан, ішімдіктерден және жыныстық қатынастан бас тартты дейді Бұхари Муслим. Олай болса, оразаның құндылықтары, Алла алдындағы дәрежесі туралы толығырақ білуге асығыңыз. Жиі еске алыңыз. Бұл сіздің оразаға деген құлшынысыңызды арттырады. Үшіншіден, ораза тұтпауға өзіңізді алдап, түрлі себеппен сылтау тауып алу оп-оңай. Мысалы, кешке дейін жұмыста отырамын, аш болам, басым істемей қалады дейтін сылтаулар бар. Кофе ішіп, маңдайың жіпсіп отырғанда да басың істемейтін уақыттар болады. 10 сағат ұйықтап тұрсаң да, миың мең-зең болып жүретін кездер де болады. Иә, адам баласының сылтауы бітпейді. Ал келесі оразаға аман жетеміз бе, жоқ па, оны Алла біледі. Төртіншіден, бірнеше жыл бойы Рамазан оразасын ұстап жүрген білімді, салиқалы кісілермен сұхбат құрыңыз, кеңес сұраңыз. Тіпті оразаны бір рет қана және биыл бірінші рет тұтқалы отырған адамдармен де пікір алысыңыз. Бесіншіден, ислам біздің ойымыздан, көңіл қалауымыздан тұрмайды. Бұл әлемдердің Раббысының діні болғандықтан, ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін иесі ғана шешеді. Алла тағала Құранда Алланың тура жолынсыз көңіл құмарлығына ергеннен өткен адасушы бар ма? Қасас сүресі 50-ші аят. Сол себептен де дерек көздері көрсетілген сенімді кітаптардан оразаны дұрыс тұту жолдарын танысыңыз. Мешіт имамына барып кеңес сұраңыз. Алтыншыдан, нашар әдеттеріңізді тастауға бел буыңыз. Ғайбат, өсек өтірік айту секілді нашар қасиеттерді біртіндеп жеңуге тырысыңыз. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ораза кезінде кім өтірік айтуын және өтірікті амалға асыруын тоқтатпайтын болса, ондай адамның тамағы мен сусынынан бас тартқанының Алла үшін қажеті жоқ. Бұл асқазанның ғана емес, ойдың, көздің, тілдің, құлақтың оразасы екенін ұмытпаңыз. Жетіншіден, күн тәртібіңізді біртіндеп өзгерте бастаңыз. Себебі болайда күн тәртібіңіз күрт өзгереді. Тамақты басқа уақытта ішіп, ерте оянасыз. Асқазаныңызды таңертең едәуір тамақ жеуге үйретіңіз. Ерте тұруды әдетке айналдырыңыз. Бұрын-соңды дүниелік шаруаларыңыз көп болса, рухани жаттығуларға орын босату керек. 8-шіден, ауру сырқатыңыз болса, дәрігерге қаралыңыз. Қажетті ем-домды қабылдаңыз. Алла тағала бекіткен құлшылықтар адам баласына қиындық тудыруды мақсат етпейді. Оразаның денсаулығыңызға орын толтыра алмастай зарар тигізбейтініне көз жеткізіңіз. Ал егер айтарлықтай қауіп жоқ болса, Аллаға тәуекел етіңіз. Бәлкім ол құлшылығыңыз сырқаттан айығуыңызға себеп болар. 9-шыдан, темекі шегетін болсаңыз, Рамазан бұл әдепсіздіктен арылуға көмектесетін ұлы мүмкіндік. Осы бастан әрекет жасаңыз. Намазыңызға бекем болыңыз. Нәпіл намаздарыңызды, түнгі намаздарыңызды жиілете бастаңыз. Әлі де 5 уақыт намазды толтыра алмай жүрсеңіз, сауаптар еселенетін Рамазаннан кейінге қалдырмаңыз.
сонда сіз намазыңызбен, оразаңызбен Аллаға жақындап көл-көсір сауапқа кенелесіз. Ораза ұстауыңызға қарсылық танытатындардың болатындығына дайын болыңыз. Әдетте жанашыр адамдар сіздің денсаулығыңызды, аптап ыстықта қиналатындығыңызды ойлап қарсы келіп жатады. Алайда сіз барынша сабыр сақтап, оразаның қасиеттерін, негізгі мақсатын және оның денсаулыққа пайдасын жеткізіңіз. Құрметті көрермен, бүгінгі назарларыңызға ұсынған ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаға басуды ұмытпаңыз. Бұл мені одан сайын пайдалы ақпарат жасауға шабыттандырады.